Баршаңызға сәлем. Алдыңғы шығарылымда біз подкастинг және оны музей саласында қолдануды талқыладық. Енді музейлердің тарихы мен олардың қазіргі жағдайына көшейік. Музейлер адамзаттың мәдени және тарихи мұрасын сақтау мен насихаттауда маңызды рөл атқарады. Музейлер тарихы. Тарихта белгілі болған алғашқы музей біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші ғасырда Мысырдың Александрия қаласында пайда болды. Олар атақты Александрия кітапханасының бөлігі болды және музейн деп аталды. Бұл музалар храмы дегенді білдіреді. Содан бері музейлер дамып, өнер туындылары мен артефактылар мен ғылыми экспонаттар сақталатын және көрсетілетін орындарға айналды. Әлемдегі музейлердің өмірі. Бүгінгі таңда музейлер бүкіл әлемде бар және әртүрлі функцияларды орындайды. Кейбіреулері ежелгі артефактылар мен өнер туындыларын сақтайды. Басқалары ғылым мен технология туралы, ал кейбіреулері әртүрлі халықтардың мәдениеті мен тарихы туралы айтады. Париждегі Лувр, Лондондағы Британ музейі және де Нью-Йорктегі Метрополитен сияқты ірі музейлер жыл сайын миллиондаған келушілерді тартады. Музей әлемдегі соңғы жаңалықтар. Соңғы уақытта музейлер жаңа шындыққа белсенді түрде бейімделуде. Мысалы, олардың көпшілігі виртуалды турлар мен онлайн көрмелерді ұсына бастады. Бұл тіпті пандемия кезінде де келушілерді тартуға мүмкіндік берді. Интерактивтік те белсенді дамып келеді. Музейлер өз экспозицияларын қызықты әрі қолжетімді ету үшін виртуалды және кеңейтілген шындық сияқты заманауи технологияларды енгізуде. Әлемнің ерекше музейлері. Сондай-ақ ерекше және кейде күтпеген тақырыптарға арналған музейлер де бар. Мысалы, Сынған жүректер музейі. Загребтегі Сынған жүректер музейі 2006 жылы хорватиялық жұп суретшілер құрды. Олар қарым-қатынастарын үзуге шешім қабылдады. Олинка Вистича және Дражен Грубисич ажырасуға шешім қабылдап, бірақ музей экспонаттары түрінде бірге өткізген уақыттарын есте сақтауға шешім қабылдады. Келесі музей су астындағы өнер музейі, Мексикада орналасқан. 2010 жылы Кариб теңізінің түбінде Канкун ұлттық саябағында су астындағы мүсін музейі құрылды. Ашудың мақсаты экологиялық мәселелерге және табиғатқа бақылаусыз араласудың салдарына назар аудару болды. Қазіргі уақытта саябақ 500-ден астам тұрақты мүсіндерден тұрады және әлемдегі ең үлкен және өршіл су астындағы жасанды көрікті жерлердің бірі болып табылады. Келесі музей Смитсон институты Вашингтон қаласында орналасқан. Смитсон институты 19 музей мен галереяның, сондай-ақ ұлттық хайуанаттар бағының коллекциясынан тұрады. Бұл мекемелер бірге 154 миллионнан астам заттарды, соның ішінде қазбалардан бастап ғарыш аппараттарына дейін сақтайды. Келесі музей Жапониядағы Осака қаласында орналасқан. Жылдам кеспе музейі. 1999 жылы 21 қарашада Рамён музейі есік ашты. Кіре берісінде келушілерге 1958 жылы тез дайындалатын кеспе жасау туралы баяндалатын театрландырылған қойылым көрсетіледі. Бүкіл әлемдегі адамдардың ұнататын осы өнімді негізін қалаған Андо Момофуку. Ол 1958 жылы ойлап тапқан жылдам рамён кеспе шынымен де жаһандық өнімге айналды. Қазіргі уақытта тек Жапония 5,5 миллиард, ал бүкіл әлем жылына шамамен 100 миллиард порция тұтынады. Музейдің негізгі экспозициясы ұзын туннельде орналасқан. Оның қабырғалары соңғы 60 жыл ішінде әлемнің әр түкпірінде шығарылған көптеген рамён пакеттері ілінген. Экскурсиядан кейін қонақтар шеберлік сабағына қатысып, шынайы кеспе дайындаудың құпиясын біле алады. Ал жақын жерде дүкенде кәдімгі дүкендердің сөрелерінде жоқ рамён ерекше түрін сатып алу мүмкіндік бар. Келесі ерекше музей Париж кәріз музейі. Әлемдегі әйгілі музейлердің тізімінде Карл 5-ден бастап бүгінгі күнге дейін жұмыс істеп тұрған жүйенің аумағында Париж қалалық кәріз музейі бар. Музейдің жалпы ұзындығы 2100 шақырым құрайды. Жағымсыз иіс пен ылғалдылық туралы алаңдаудың қажеті жоқ, өйткені барлық бөлмелер жақсы желдетілген және керемет жарықтандырылған. Нағыз кәрізді еске түсіретін жалғыз нәрсе бұл ағынды судың ұшуы. Музейлер қоғамда маңызды рөл атқарады. Бұл бізге өткенге қол тигізуге және бүгінгі жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Олар өнерге, ғылымға немесе ерекше тақырыптарға арналған қарамастан музейлер мәдени мұрамен өзара әрекеттесудің жаңа тәсілдерін ұсынып отырып, заманауи талаптарға бейімделуді жалғастыруда. Назар аударғаныңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше.